Нұрғауындық жүйенің топас тобыр полицейлері, судьялары, прокурорлары, ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері, түрмедегі қызметкерлер бәрі сендерге қатаң ескерту. Ертең сендердің бірін қалмай сотталасыңдар. Осы мені ұстауға, тұтқындауға, жалалауға, қаралауға қатынасқан барлығың бірін қалмай сотталасыңдар. Ал ол үлкен сот, халықаралық сот деңгейінде жүреді. Ал одан бұрын осы сендердің тізімдіктеріңді Американың магнитский заңының тізімдігіне енгіземіз. Сендердің өздерің, әйелдерің, тоқалдарың, көңілдестерің, олардан туған баладарың, ұлдарың, қыздарың, тіпті немередерің, шөбередерің Америка және Еуропа топырағына аттап баса алмайды. Сол жердегі ұрдап жырдап тыққан ақшадарың мұздатылады. Сендердің беттеріңнің суреттерін енгіземіз. Мейлі 1000 жалған паспорт, өтірік паспорт жасап, бүгін мырқынбай, ертең тырқынбай деп өтірік құжат жасасаңдар да, Америка, Еуропаға туристік сапармен бара алмайсыңдар, іс сапармен бара алмайсыңдар, бара қалған жағдайда тұтқындаласыңдар, есеп шоттарың мұздатылады, өздеріңнің тіке туыстарыңда Америка, Еуропаға жолай алмайтын жобаны біз қолға алдық. Сондықтан Қазақстанда Нұрғауындық жүйенің адал мүриті болып, Нұрғауынның нұр итаяғына нұр жуынды ішіп отырған қалың нұр қауымға айтатыным, естеріңді жинаңдар. Себебі күштінің арты диірмен тартады. Себебі сендер Нұрғауындық жүйеде әйдер ажа жоқ, қойден қожа жоқ деп ойламаңдар. Серікжан Біләшұлы және ол бастаған нағыз ата жұрт еріктілері азуын айға білеген Қытайды санкция ілдірді ма? Ілдірді. Қытайдың мақтасы тауар өтпей қалды ма? Өтпей қалды. Кеденнен Қытайдың тауарларына салықты көбейтті ма? Көбейтті. Қытайдың помидор өнімдері мен мақта өнімдеріне Америка кеденнен тиым салғыздық па? Салғыздық. Қытайға қарсы Еуропа аттанысқа келді ма? Келді. Кеше ғана 350 миллиард доллар Еуроодақ Қытайдың бір өңір бір белдеуіне қарсы жоба ретінде пайдаланамыз деді. Ал одан бұрын біз мөлшермен 1 жыл бұрын Еуроодақ Қытайдың қарызына батқан елдерді құтқару туралы қол қойысқандығын жариялағанбыз. Және ол туралы лекция сөйлегенбіз. Ал осының бәрі кімнің еңбегі? Мәжбүрлі еңбек мәселесін кім көтерді? Біз көтердік. Құлдық еңбекті кім көтерді? Біз көтердік. Әйелдерге қорлық зорлықты кім көтерді? Біз көтердік. Жыныстық зорлық зомбылықты кім көтерді? Біз көтердік. Концлагердің бар екендігін бірінші рет жариялаған кім? Біз. Және олар ол тәлім тәрбие орталығы дегенде артынан осындай жұмыс істейтін орталық, саяси білім береді дегенде ол қандай мәжбүрлі білім беретін орталық деп Қытайда сондай концлагердің бар екендігін дүниеге ашқан кім? Біз. Ең көп фактіні берген кім? Біз. Ең алғашқы фактіні берген кім? Біз. Ең сойқан, қойтаруға келмейтін дәлелдерді берген кім? Біз. Ал енді бізбен ойнағандар не болады? Қытайдың артын құшады. Сондықтан Қазақстандағы қалаған қазақты ұстап алып, тұтқындап, қалаған қазақты қаласа 10 жыл, 20 жылға соттап, қалағанның үйін, жерін тартып алып, көлігін, компаниясын тартып алып, өндірісін тартып алып жүрген ұрғары қарақшыларға ескертерім, сендерге тықыр таяды. Серікжан Америкада. Сендердің жақсы күндерің таяды, бітті сендердің. Енді мен сендердің тізімдіктеріңді әлемдік магнитский заңына енгіземін, түрлеріңді енгіземін. Тоқалдарың, көңілдестерің, баладарың, ұлдарың, қыздарың, тіпті ұл қыздарыңнан тараған немере жиендеріңе дейін енгіземін. Сосын Америка, Еуропада оқып жатқан біздің Құлғұтанның ана ұрғар қарақшы министр, ұлдарыңды, қыздарыңды бірақ қудырамын. Америкадан да қудырамын, Еуропадан да қудырамын. Сендер ақшаның көптігіменен шайқап, Қазақтан ұрдаған ақшадарымен Англияда, Кембриджде, Харвардта, мына жақта Массачусетсте, мына жақта Харвардта, ана жақта жаңағы неде оқып, ойбай, білгендеріңді істеп, Швейцарияда оқып, Германияда, Францияда оқып, ана астарыңа мінгендерің ең қымбат көлік, сөйтіп арақты ішіп, шайқап, қазақтың бетін төгіп, абыройын төгіп, Жапония, Кореяда қылмыс жасап, Еуропада қылмыс жасап, қызың жезөкше болып, ұлдарың арақ ішіп алып, көлік айда полицейге ұсталып, тіпті дипломаттарың түрмеге отырып, қазақтың абыройын төктіңдер ғой. Енді мен бәріңді қуып отырып, ана ит қорадарың мен есек қорадарыңа қуып тығамын. Және ақшадарыңды мұздатамын. Ал Серікжан Біләшұлымен ойнаңдар. Ойнаңдар. Кім жеңеді екен көрейік. Кім жеңеді екен көрейік. Мен 1,5 миллиард халқы бар
10 неше миллион әскері бар. Тек интернет армиясында бір жолда бірнеше миллион әскерді салып, хакерлік шабуыл жасап, дүниені дүр сілкіндіріп, қаржысымен, ақшасымен, қаруымен шошытып отырған Қытайға қарсы күресте ойланбай, екіленбей, үрейленбей, сол күреске аттандым. Марқұм әке шешем батасын берді.